Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қазақтың ұлттық әшекейлерінің бірі шекелік жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажет заттар 14 жүзік осындай домалақ фурнитура және осындай салпыншақтар және қыстырғыш қажет болады. Енді метражный шынжыр қажет болады және дөңгелек колечкалар керек болады. Міндетті түрде осындай плоскоглубцы қажет болады. Ең алдымен үлкен домалақ фурнитурамызды бір-біріне колечко арқылы жалғап жабыстыратын боламыз. Осылай плоскоглубцийдің басымен ашып, екі ортасын қыстырып жабыстыратын боламыз. Тағы да қайталап көрсетейін. Осылай ашып аламыз және екеуін бір-біріне жалғап қайтадан жалғайтын боламыз. Осылай барлығын міне 14 штукты тізіп шықтық. Енді бұған салпыншақтар ілетін боламыз. Салпыншақты ілу үшін кішкене колечкоға осылай ашып, салпыншағымызды іліп, және екі дөңгелектің ортасындағы колечкоға осылай қыстыратын боламыз. Екіншісін тағы да көрсетейін. Колечкомызды ашамыз, салпыншақты үстіне ілеміз және екі ортадағы бағанағы колечкомызге іліп жабатын боламыз. Осылайша орталарындағы колечколарға салпыншақтарымызды тағы да бір колечкомен іліп тізіп шығатын боламыз. Осылай барлығын тізіп алдым. Енді екі бірдей орташа ұзындықта шынжыр қиып аламыз. Бізде 14 дөңгелек, соның қақ ортасын тауып аламыз. Және міне осылай екі жаққа бірдей етіп шынжырды іліп алатын боламыз. Ортасына екеуі маңдайымызға қалдырамыз. Үшіншісінің ортасындағы бағанағы салпыншақты ілген колечкоға ашып, ішіне шынжырымызды ілетін боламыз. Қайтадан осылай плоскоглубцийдің көмегімен жауып, ортасына үшеуін қалдырып, тағы да колечконы ашып, шынжырымыздың екінші жағын салып бекітетін боламыз. Сол кезде бізде осындай әдемі салпыншақ шығады. Және енді екі жағына біреуін қысқа, біреуін ұзын шынжырды қиып алып, колечконың көмегімен колечкомызды ашып, ішіне бір ұзын, бір қысқа шынжырды іліп, екінші ұшын шекелігіміздің ең ұшына ілетін боламыз. Енді бағанағы қыстырғышымызды ең ұзынына ілеміз және тағы да бір салпыншақты сәндік үшін ұшына салбырап тұру үшін ілетін боламыз. Міне ұзынына қыстырғыш, кішісіне салпыншақ ілетін боламыз. Сол кезде бізде осындай әдемі шекелік пайда болады. Екі жағында осылай істеп аламыз. Міне өз қолдарыңызбен шекелікті осылай құрастыруға болады. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз.